балама әйелді өзім таңдаймын деген екен төле жарықтық. Өйткені ердің бақыты әйел жақсы болмай, ер оңбайды. Ердің бақытын кетіретінде әйел, ерге бақыт әперетінде әйел. Сондықтан асықпай келінді ел арасынан өзім іздеймін. Таздар мен Сүлгетай елінің арасында біраз жылдан бері бітімін таппай созылып келе жатқан жесір дауын шешіп, ауылына қайтып келе жатқан Төле би қасындағыларымен Бөген өзеннен өте бергенде анандай жерде келе жатқан бір топ қыз-келіншектерді байқайды. Жақындай бергенде әлгі қыз-келіншектер аттарынан түсіп, олардың алдын кесіп өтпей ізет қылып тұрып қалады. Төле би оларға жақындап барады. «Бәрекелді, өркендерің өссін, қай ауылдың балаларысыңдар?» Қыздардың біреуі «Досай ауылынанбыз» деп жауап береді. «Әлде қашан өтіп кететін едіңдер? Аттарыңнан түсіп, бізді неге күттіңдер? Бір шаруаларың бар ма еді?» Сол дағдарыстан соң топ ішінен суырылып бір қыз ілгері шығады да: «Шаруамыз жоқ ата», дейді әлгі қыз. «Үлкен кісілер айтушы еді, кісінің алдын кесіп өтпе, оларға ізет қылып сәлем бер» деп. Алыс жолдан аталарымыз бен ағаларымыз келе жатыр екен. Алдынан кесіп өтіп, жолын шаңдатпайық. Араларында қол бастаған батырлар, сөз ұстаған шешендер бар шығар. Елдің қамын жеген, жердің шөбін қорғаған ерлер ғой. Тойға жорға мінгеніміз, үстіге торқа кигеніміз осы кісілердің арқасы. Аз тоқтап ілтипат етсек, ауылымызға азар етсе, бір шай қайнатым кеш жетерміз. Бірақ аталарымыз бен ағаларымыз көңілін көркейтеміз деп едік. «Ал шырағым, жақындай бере аттан неге түстіңдер?» дейді Төле би қызға. «Төбелесетін кісідей атпен тасыраңдап жетіп келгеніміз кішілігімізге жараспас. Жерге түсіп, иіліп сәлем бергеніміз әйелдігімізге жарасар» дедік ата. Төле би сірә қызды сынай түскісі келген болуы керек. Тағы да үстемелеп былай дейді: «Атты жылдам, жаяу шабан, жолаушыларды жолынан бөгейміз-ау демедіңдер ме балам?» «Жоқ ата, қошеметімізді көріп қуансын, жолдан шаршап келе жатқанда біраз демалсын дедім». «Бәрекелді, көп жас айналайын, атың кім?» «Алакөздің қызымын, атым Данагүл». «Бәрекелді қызым, өркенің өссін. Атың даналы болса, ақылың саналы болар түбі», дейді де Төле би жүріп кетеді. Былай шыққан соң оған ой келеді. Қасындағыларға: «Аттың басын қыз ауылына бұрыңдар, Алакөз қандай адам екен білейік», деп арнайы шапқыншы жібереді. Сөйтеді де бәрі Төрткүлдің жазық даласымен жүріп отырып бір ауылға жетеді. Шеткері бір үйден Алакөздің үйі қайсысы деп сұрайды. Ақ қалпақты жас жігіт: «Алакөз жәкемнің үйі ана отырған қараша үй» деп сілтеп жібереді. Төле би бәрі сол үйге барып аттан түседі. Момақан ғана Алакөз байдың жылқышысы екен. Топ аттыны көргенде сасқалақтап, қалбалақтап қалады. Көршісінен бір қой қарыз алып сояды. Алдына барын жайып күтіп алады. Сол заматта Алакөздің үйіне бір топ аттылы кеп түсті. Ішінде атақты Төле би бар деген сөзді естіп, Қарабатырдың жылқылы байы Алакөздің үйіне барып, тәкеңе сәлем береді. «О биеке, менің 8 қанат ақ үйім тұрғанда жылқышымның қара лашығына түскеніңіз қалай? Мен сіздерді шақырып келіп тұрмын. Тай соямын, қымыз сапырамын. Алакөздің үйінде жағдайларыңыз болмайды. Кәне жүріңіздер», дейді. Сонда Төле би: «Байеке, әуре болмаңыз. Сіздей байлардың үйіне түсіп жүрміз ғой. Бір жола Алакөз сияқты кедейлердің де үйін көріп қойғанымыз теріс болмас», деп оған көнбепті. Ет пісіп, кісілердің алдына табақ тартылыпты. Төле бидің алдына бас қойылыпты. Би бісміллә деп бастың құйқасынан дәм ауыз тиіпті де: «Алакөз інім, балаң бар ма?» «Балам жоқ, Данагүл деген қызым бар». «Сол қызыңды бері шақыршы». Ошақ басында самаурын қайнатып, шешесіне қолғабыс тигізіп жүрген Данагүл үйге енеді.
Төле би бастың құйқасынан қасқалап кеседі де, бір құлағын, тілін, таңдайын алып қызға береді де, мынандай тілек айтады: шырағым, құлақ бергенім бас ием бол дегенім, тіл мен таңдай бергенім іштегі құпиямды айттырмай тауып шешіп отыратын шешем бол дегенім, депті. Қыз: рахмет ата, тілегіңіз қабыл болсын, деп шығып кетеді. Бата беріледі, дастархан жиылады. Енді Төле би Алакөзге қарап: сенімен құда болғым келіп отыр, бұған қалай қарайсың, дейді. Жаппар құлда жан бар ма? Бүкіл елді аузына қаратып жүрген Төле бидей кісі солай деп қолқа салып отырған соң, Алакөз мақұлдап ризашылығын білдіреді. Көп ұзамай-ақ екі жақ тойын жасап, Данагүл Төле биге келін боп түседі. Келіннің аяғынан, қойшының таяғынан демекші, Данагүл өзінің ақылды, әдептілігімен бір ғана би атасына емес, бүкіл ауылға жағады. Атасы билікпен, ел қамымен жүргенде, Данагүл ауыл адамдарына, өзінің құрбы құрдас, абысын ажындарына ақылшы, бас көз боп жүреді. Данагүлдің даналығын, сезімталдығын, Төле би атасының ішкі ой сезімін, емеурін тұспалын айтқызбай түсінетінін ел былай аңыз етеді. Бір жолы Төле би Мойынқұм жайлауындағы елдің дау-дамайын шешіп жүріп, ауылына қайтпақ болады. Қасындағы жігітіне: қай жолмен жүрсек екен? Бір жол бар, ел жағалап жүретін. Онымен жүрсек, ауылға 10 күнде жетеміз. Бір жол бар, шөл аралап жүретін. Ол жол төте, ауылға 5-ақ күнде жетеміз. Жігіт: ел жағалап, қона жатып жүргенше, төтесінен күн түндемей жүріп отырып, елге ертерек жеткен дұрыс-ау биеке. Ауылда сізді күтіп тұрған шаруа да аз емес шығар. Сенің айтқаның жөн екен. Олай болса тарт, сол төте жолмен, дейді би. Сонымен екеуі бұйрат-бұйрат құмды кешіп жүріп кетеді. Үшінші күні құдық басында отырған жалғыз үй түйешіге кездеседі. Одан сусындап, аттарының белін суытып, жемдеп алады да тағы ілгері жүреді. Түнделетіп саймен келе жатқанда бір топ қарақшылардың қолына түседі. Жол торып жүрген қарақшылар екеуін аясын ба? Аттарынан аударып, киімдерін тонап алады. Екеуін екі түп сексеуілге матап тастайды. Олар өздерінің кім екенін қарақшыларға айтпайды. Төле қарақшыларға былай дейді: әй жігіттер, сендерге біздің жанымыз керек пе, жоқ малымыз керек пе? Егер жан керек болса, көп азаптамай өлтіріңдер. Ал мал керек болса, мәмілеге келейік. Бізде сендерге жететін мал бар. Алдарыңа айдатып әкеп берейік. Бізді босатыңдар. Әрине бізге мал керек, дейді қарақшылардың бастығы. Біз осы шөл далада мал табу үшін жүрмегенде не үшін жүрміз? Бірақ сендер малды қайдан тауып бересіңдер? Бізді алдап кетіп жүрерсіңдер. Менің ауылымда, дейді Төле, сендерге жететін мал табылады. Мен бай адаммын, бірақ сендер мені енді ауылға жібермейсіңдер. Әрине сенбейсіңдер. Олай болса, былай етіңдер. Біреуің менің атыма мініңдер, киімімді киіңдер. Мен хат жазып берейін. Хатты былай жазамын: кенже ұлыма құда түстім. Соған 40 құнан атан, 20 бура, 8 ақбас атанымды осы барған адамнан айдатып жіберіңдер. Және оң босағамда тығулы жатқан алтынымды, сол босағамда жатқан күмісімді де қоса беріп жіберіңдер. Қарақшылар орталарынан екі жігітін шығарып, олардың киімдерін кигізіп, аттарына мінгізіп, қолдарына хатты беріп жібереді. Екеуі салып ұрып Төле бидің ауылына жетеді. Хатты табыс етеді. Екі жігітті: біз малымызды жинастырғанша тыныға тұрыңдар, деп бір оңаша үйге түсіреді. Ауыл адамдары хатты олай оқып, бұлай оқып, ештеңе түсінбейді. Сенбейін десе, хатты өз қолымен жазыпты. Киімін кигізіп, атын мінгізіп жіберіп отыр. Сенейін десе, 40 құнан атан, 20 бура, 8 ақбас атан, оң босағадағы алтын, сол босағадағы күміс деген несі? Деп бәрі дал болып отырғанда, Данагүл келіп атасының хатын оқиды. Сіздер атамның бұл хатына түсінбей отырсыздар.
Мен білсем, ол кісі 40 қарақшының қолына түсіп қалған болуы керек. 40 құнан атан дегені 40 мықты жігіт, 20 бура дегені 20 палуан, 8 ақбас атан дегені 8 ақсақал кісіні, балам мен келінімді ертіп келсін дегені ғой. Алтын дегені баласы, күміс дегені келіні мен шығармын. Қой, тезірек аттанып барып құтқарып алайық. Данагүлдің даналығына ауыл адамдары риза болып, оның айтқанын орындайды. Хатта көрсетілген малды 2 қарақшыға айдатып, Төле бидің баласы мен келіні бірге жолға шығады. Олар ұзай берген соң, артынан 40 жігіт, 20 палуан, 8 ақсақал көрінбестен еріп отырады. Жақындай бергенде Данагүл 2 қарақшыға: сіздер озып барып хабар беріңіздер, біз малды жая жүріп кешке қарай жетеміз, дейді. 2 қарақшы оза шауып барып, мал келе жатыр, дейді. Өзге қарақшылар, мол олжаға кенелетін болдық деп, аттарын қоя беріп, жай барақат жата береді. Ел жатып, олар ұйқыға кіріскенде, 40 жігіт, 20 палуан, бәрі сау етіп, қарақшыларды байлап, бәрін қолға түсіріп алады. Сонда Төле би пенде болған қарақшыларға: келер кезек өмір біреу, кезек екеу деген осы жігіттер. Кеше мені тұтқындап едіңдер, бүгін сендер қолға түстіңдер. Дүние кезек деген осы. Сендер шөліркеп жатқан жалғыз жарымды тонайсыңдар. Елді зар жылатып, малын талайсыңдар. Біреудің бермесін тартып аласыңдар. Адал еңбек етпейсіңдер. Шөл далада қаңғырып, әйел жоқ, бала жоқ, ит қорлықпен күн көресіңдер. Қанша жыл қарақшылық қылсаңдар да құтаймайсыңдар. Істегендерің ұрлық, ал ұрлық түбі қорлық. Қойға шапқан қасқырды ұрып алар болар. Сендер де бір, қасқырда бір. Сендер де ұры қары қарақшыға не істесе де болар еді әттең. Амал қанша, сендерге өлім сыйлағанша өмір сыйлағым кеп тұр. Мен Төле деген билерің боламын. Тілімді алсаңдар тәубеге келіңдер, қарақшылықты қойыңдар, адал еңбек етуді ойлаңдар. Бала шағаға қарап, ел қатарлы тірлік етіңдер, ұрпақ өсіріңдер. Үйлі жайлы болып, мал жинап, егіс егіп, күн көрейік десеңдер, мен сендерге көмектесемін, қамқор боламын, жер беремін, мал беремін. Егер менің айтқаныма көнбесеңдер, өз обалдарың өздеріңе. Кәне не істейсіңдер? Өлім керек пе, өмір керек пе? Төле би осылай дегенде, қарақшылардың бастығы, қара шотпақ, бұжыр бет, нардай жігіт бидің алдына келіп, басын иеді. Айналайын би аға, сіздің бұл сөзіңізге түсіндік, біз көндік. Рас айтасыз, ұрлық қылғаннан тапқан пайдамыз жоқ, тек қана елдің қарғысына қалдық. Осы 40 жігіт туғаннан қарақшы боп туған жоқпыз. Біріміз ойдан, біріміз қырдан, жоқшылық, зомбылықтың салдарына жиналып, ұры қары боп кетіп едік. Сөйтіп елден, үйден безіп, аш бөрідей шөл даланы кезіп, ұрлық, зорлықпен күнімізді өткізіп жүрдік. Енді міне сіздей қамқор, әділ кісіге кездесіп тұрмыз. Лайым айтқаныңыз келсін. Біз сіздің соңыңыздан ердік. Сіз не десеңіз, соған көндік. Керсен алдыңызда, кездік қолыңызда. Бар шынымыз, сізден тілегіміз осы бияға. Бастықтарының осы тілегін мақұлдап, өзге жігіттер шу етіп, биге тұс-тұсынан өтініш алғыстарын жаудырады. Төле би сөйтіп, өзін тұтқындаған 40 қарақшыны тәубеге келтіріп, еліне ертіп барады. Біріне қой баққызады, біріне түйе баққызады. Бірі егіс егіп, диқаншылықпен айналысып кетеді. Ұсталық, етікшілік, зергерлік, қолынан келетіндеріне дүкен тұрғызып, жағдай жасайды. Бәрі де адал еңбекпен шұғылданып, Төле бидің ел жұрты атанып кетеді.